Ассалаумағалейкум, біздің YouTube каналымыздың оқырмандары. Осы ақылы оқу жайында Оразбек сүйінші деп. ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Ассалаумағалейкум, біздің YouTube каналымыздың оқырмандары. Сіздермен мен доктор Оразбек. Бүгін бізде кезекті подкаст. Ал подкастымды мен жалғыз өзім емес, менімен бірге енді алдағы уақытта всегда жүргізіп отыратын жас болса да көптеген жастарға бас болып отқан 140 онлайн УБТ-ға дайындау мектебінің биология пәнінің оқытушысы Назгүл ханым, қош келдіңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде жалпы Оразбек ағай өзі оқытушы деп таныстырып кеткендей, менің оқушыларымның өзекті бір мәселесін сөз еткім келіп отыр. Қазіргі таңда бізде медицинада өткен жылдан бері 2000-дай ғана грант бөлінеді екен. Алайда біздің курсқа келетін жалпы биологиядан келетін 5000-6000 оқушының барлығы да осы медицинаға түскісі келеді. Алайда қараңызшы, 2000 грантты қайсы біріне бөліп береміз? Жарты гранттан бере алмаймыз ғой оларға тіптен. Міне осы жерде ақылы оқу деген бізде бір тақырып шығады. Осы ақылы оқу жайында сізбен бүгін біз әңгіме өрбітсек. Өйткені өзіңіз ақылы оқудың барлық қиындығын да көрген, бір қызықшылығын да көрген, басыңыздан өткерген жандардың бірісіз. Ата-анаңыз қалай болды екен, сіз ақылы оқып жатқан кезде сіздің басыңызда қандай оқиғалар болды екен? Және де сіздің берер қандай кеңестеріңіз бар екен? Мен бүгін сізден соны сұрап алсам. Мен сізге қоятын ең алғашқы сұрақ. Мені қызықтырғаны, сіз өтсе мен білетін қазіргі таңдағы білікті резидент дәрігерлердің бірісіз да. Мен сізді ойламаппын, ақылыда оқыт деп. Менде мынандай ой бар. Ақылыда оқыған адам ол дәрігер болмайды деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Ол енді екі жақты. Мен білемін, платныйда оқитын студенттер, которые талпынысы мықты, ал екінші тип студенттері бар. Платный болған үшін вообще оқымайды, потому что оларды бәрі бар, жеткілікті, зачем оларға оқу деген сияқты. Вот осы жерде екі түрлі ой қалыптасады. Студент оқуға түскен соң, егер ақылы оқуға түссе, талпынысы не үшін мықты болады, потому что оны тіреп тұрған бір дүние болмай тұрған болуы мүмкін. Не болмаса артында бауырлары болуы мүмкін, не болмаса ондай қатты орташа семьядан шыққан болуы мүмкін. Орташа шыққан семья үшін платныйда оқу ол ауырлық етеді. Ауыр кәдімгідей қиын. Вот осындай кезде мен келіспеймін оймен, платныйда оқыған дәрігер болмайды деген. Мысалға, мен өзім дәрігерліктен басқа сферада көре алмаймын өзімді. Ал кейбір таныстарым бар, платныйда оқиды, вот олар врач болмаймыз дейді. Зачем маған врач деген сияқты. Так что что-то хотел, наоборот, стремлениясы, талпынысы мықты болады платныйда оқитын студенттердің. Сонымен айтасыз ғой, таяқтың екі ұшы бар деп, қай жағына қарасақ әйтеуір осы дәрігерлерге тиіп кетеді. Сонымен келесі енді сіздің осы ақылы оқу оқиғаңызбен бөлісіп өтсеңіз, қалай бұл ақылға келдіңіз? Неге сіз грант ала алмай қалдыңыз? Так, бұл негізі өзімді қинаған өте ауыр сұрақтың бірі. Жаңа айттыңыз өзіңіз, егер платныйда оқымағанда сіз былай отырмайтын едіңіз деп тұрып, это возможно. Платныйда болмағанда мен былай отыра алмайтын едім. Мен былай біреуге бірдеңе деп айта алмай қалған болуы мүмкін еді. Мен былай халат киіп отыра алмауым мүмкін еді. Платныйда оқып, мысалға, көптеген адамдарға да ол ойына қайтару үшін де шығар деп қоямын. Ең бастысы бұл қателіктің, не үшін мен қателікті деп санаймын, потому что бұл жерде менің өзімнің қателігім болды. Ол қателігім арқасында мен өзім қиналдым, ата-анам қиналды, артынан бауырларым қиналды. Сол үшін мен бұл проведение, бұл шешімді мен қателік деп санаймын. Баста менде ниет болған жоқ. И осы жерде ата-аналарға айта кетейін, баста кез келген ата-ана баласын ойлап, балам ойыма платный болса да оқыта берем деп айтады. Бұл өте үлкен қате ой. Баланың подсознаниясына қалып кетеді. Подсознаниеде қалған нәрсе ол ниет болып шығады ауыздан. Ниет ол орындалады. Бір, мысалы үшін менде де ата-аналарым болған, бұл жерде ата-ананы кінәлау мақсат емес. Өзім кінәлімін, бірақ бала оны қате екендігін білмейді. Мен мысалы үшін бала кезінен оқып жатқан кезінде, мектеп кезінде, балам дейді, платный болса да оқытамыз деп. Кәдімгі солай айтатын маған ата-анам. И менде де на расслабоне жүру болып қалған, платный болса да оқи берем ғой деп, хотя платныйға түсу үшін деп қойып, солай әрекет жасауым ондай қатты мықты болмаған. Бұл ниет болған. Егер сол жерде, мысалы үшін, бір грант бөлінсе де, оны мен аламын деп әрекет жасағанда, вдруг ондай болмайтын еді. Бір ғана грант берілсе де, мысалы үшін, содан кейін мен түсіндім, адам өмірде бір ғана мықты адам бар дейтін болса, ол да сіз.
ол да мен деп жүру керек. Сонда ғана жақсы нәтиже болады. Ниет болмады, менде қателік болды, артынан ниет болмаған соң, бұл айтқанда жақсы ниет жарты ырыс дейді, жарты ырыста болған жоқ. Тапсырдым, біздің кезде кешенді тест деген болатын, кешенді тест тапсырып, ұбт емес. Тапсырған кезімде мен 82 ма жинадым, орысшасыз 4 пәннен. Ол кезде бізде 140 емес, 125 болған, и 83 па 84 или 87 проходной грант болған. Мен соған жеткен жоқпын. И мен қайтпайтын адам болып, әкеммен бірге келгем ғой тапсыруға. Тойсы шыққан, уже мен келгенде мен тапсыра берем деп, платныйға тапсырам деп Қарағандыға барғам. Қарағандыда платныйға тапсырамдың орын бітіп қалған. И мен Астанаға келіп тапсырғам. Астанада сағат 7-де келген болсам, 5-те прием бітіп қалған уже. И ана жердегі апай маған қабылданбайсың деген, бірақ мен көзімдегі үмітті көріп, жарай тапсырып көр деген, сөйтіп тапсырып былай айтқанда кіріп түсіп кеттім. И басталды. Түскеннен бірінші курстарға ескертетін жайт, осы жерде егер платныйға түсуді пландастырып жүрген болса, бірінші курста бөліп төлеу деген болмайды. 1.200.000 қанша дедіңіз? 1.250.000. 1.250.000 теңгені бірінші бересіздер. Бірінші курстан бастап сентябрьға дейін оқуға қабылданды деген список шығады ғой. Енді елестетіңіз, егер орта семьядағы адам үшін 1.250.000 деген ол чөт ауырлау. Былай айтқанда бір адамның 10 ай бойы 125.000 теңгеден жұмыс жалақы алғандағы ақысы. Ол өте үлкен сума. Грубо айтқанда үлкен сума болады. Егер семья ол орташа болатын болса, ал егер бай семьядан болсаңыз, не болмаса ол маған проблема емес дейтін болсаңыз, бұл видеоны до конца көрудің ешқандай қажеті жоқ, өйткені барлығы ол орташа семьядағы балдар үшін арналады, сондай семьядағы ата-аналар үшін арналады. Солай түстім оқуға, көрдік, миллионды бірдеңе қылып төледік, Құдай несібемізді жеткізген екен, ары қарай басталды. Маған повезло болды, что мен Өзбекстан азаматы болып қалдым, шетел азаматы болып. Сол үшін маған общежитие берілді. На самом деле платныйда оқитындарға общежитие берілмейді, квартирада тұрады. Еще ол жерде не жоқ. Платный болған соң стипендия берілмейді, ең үлкен минус. Қазір мысалы үшін біздің кезде 21.000 теңге болса, сіздердің кезіңізде қазір 58.000 теңге да? 50.400. 50.400 теңге. 50.000 теңге деген ол кәдімгі ақша. Бір адамның, кәдімгі жұмыс жасайтын адамның жарты ақшасы. Ал студент онда только сабақ оқып жүріп алады. Көп адам ойлауы мүмкін, стипендия ол ештеңе емес қой деді. Нет, стипендия кәдімгі ақша ол. Вот осылай жүріп стипендия алмайсыз, общежитие бермейді сізге. Естественно, 1.200.000 теңге төлеткен ата-анаңыз артынан сізге квартираға ай сайын 50.000 теңге төлеп жіберу керек. Сіздің жүру тұруыңыз бар, киім жеуіңіз бар, ішем жеу, жүру тұру. Еще бірінші курстар стипендия түскеннен бірінші істейтін тірлігі ол KFC-ге барайық деп шығады. KFC-ге барайық, дұрыс қой? Көріп KFC-ге барайық, киноға барайық деп шығады. Киноға барайық, басқасына барайық дейді. Осы жерде сізге екінші обедіне қосылады. Біріншісі қашан дейтін болсаңыз, бірінші обедіне группада отырасыз ғой, стипендия поступила деп жазып шығады. Ең үлкен ана жерде потом сізге түспейді, бірақ группаластарыңызға түсті. Ана жерде кәдімгі жан түршігетін жағдай болады. Оны только платында оқитын студент қана сезінеді. Грантта оқитын студенттерді ана чувстводан сезіне алмайды. Стипендия түсті дейді. Сол кезде сіз бірре жаныңыз ауырады, потому что сізге түскен жоқ. Өзі и так мына жақта ата-анаңызды ойлап қиналып жүрсіз. Артынан уже KFC-ге барайық дейді. Бармасаңыз группадан қосыла алмай қаласыз, потому что бірінші курс это адаптационный период. Адаптация болу үшін группамен всегда бір жерде жиналып отыру керек. Сабақта айтылған темалар, сабақта адам жақын бола алмайды группаластармен. Басқа уақытта жақын болады. Бірге қаңғыған кезде, бірге KFC-де отырған кезде жақын болады. Душевно сөйлеседі. Осындай ситуациялардан қалып кетуіңіз мүмкін. На принцип бармайтын жағдайларда болған менде. Не үшін? Потому что осы жерде адамда сәл көреалмаушылық қасиеті болады. Кез келген адамда осы жерде сәл көреалмаушылыққа беріліп қоятын болса, ойлайды, зачем маған барып? Олар неге барып жатыр? Осы жерде не үшін на принцип бармайды дейтін болсаңыздар, бұл жерде айырмашылық. Олар өзінің ақшасын жаратып жүр. Қанша жаратса да, бір күнде жаратпасыз да, олар өздерінің ақшасы. Ал сіз ата-анаңыздың ақшасын жаратып жүрсіз. Ол ата-анаңыз мысалы үшін сізге жіберген ақшаның орнына киіну мүмкін еді,
сізге жіберген ақшаның орнына жақсы тамақ жеуі мүмкін еді. Мысалы үшін до этого етпен тамақ жеп жүрген болса, сізге жіберген соң уже етсіз тамаққа өтеді. До этого киім киіп жүрген болса, енді киім бар киімді киіп жүретін, олай киім болмайды. Сіздің інілеріңіз болса, тем более обидно болады. Не үшін? Потому что сізге ақша жіберу керек. Осы жерде бірдеңені тоқтату керек. Інілеріңіз мысалы үшін английский барып тұрған болса, енді бармай қалған болуы мүмкін. Вот осы нәрселер сізді кәдімгі ойландырады. Деген нормальный, адекватный адам болса, ол сағат ойлап тұрып, ондай халява дүниелерге бара бермейді. Хотя бірінші курста это нормально, да? Сондайларға бармайды, ақырында қосыламай қалады. Депрессияның үстіне депрессия болып, конечно, ол депрессияға дейін болмайды. Былай айтқанда уайым болады, все-таки уайым болады. И қаңғыратын болсаңыз да ақшаны есептеп жүресіз, мынанша болды. Хотя маған кезінде $200 ақша жіберетін. $100 ол кезде 33 мың теңге болса, 66 мың теңге ай сайын маған түсетін еді. Бірақ мен оны жарата алмайтын едім. Жаным қиналатын еді кәдімгідей. Реально, потому что ол менің ақшам емес, ол ата-анамның ақшасы еді. Вот осы и менде обидно осы жиналып қалатын еді. Бір түсініңіздер ғой да қандай обидно болады. Екінші обидно жағы енді уже бұл платныйға түскеннен кейінгі процесс. Сіз түстіңіз, хорошо, төледіңіз. Енді сіздегі мақсат қалай болмасын, никак грантқа ауысу. Қалай болмас грантқа ауысу керек деген мақсат тұрады, и сіз әрекет жасайсыз. Сұрайсыз, қалай не ауысуға болады. Бірінші талап ол GPA жоғары болу керек. Ең жоғары GPA сізде болу керек. GPA дегеніміз университетке түскенде сіздің средний бағаңыз максимальный 4 болады. Грантқа ауысу үшін 3-те 7 болу керек. Даже одан жоғары болу керек. Ол, конечно, конкуренцияға байланысты, мысалы үшін грант спискіне байланысты болады, көптеген түрлеріне байланысты болып. Вот, осылай GPA жоғары болу керек. GPA қашан жоғары болады дейтін болсаңыздар, каждый сабақты сессиян бірінші рубежкалардан 90-нан жоғары алу керек. 95-тен жоғары алған еще лучше, да. Конечно, ол қиын, бірақ мүмкін емес деген дүние жоқ. Тапсырып, артынан сессияны 90-ға жауып, барып, деканатқа барып заявление жазасыздар. Вот осылай ауысуға болады. Ал егер деканаттарыңыз адекватный болса, әртүрлі жағдай болуы мүмкін, әртүрлі жағдай. Оған қатысақ, чуть позже тоқталатын боламыз. Мысалы үшін, біреудің танысы бар жағы. Сізде платный, менде платный, бірақ сізде таныс бар, менде таныс жоқ. Сіз айтасыз, оқып тұрсыз да, хорошо 3-те GPA-іңіз 3-те 7 болып тұр. Еще танысыңыз бар да, айтасыз, менімен бірдей сіз конкуренцияға түсетін болсаңыз, бірақ грант бөлінген болса, автоматически сіздің танысыңыз айтады, давай, насколько саласыларшы дейді. Айтады, график, списокті бір көтере салады. Вот осындай нюанстар болуы мүмкін. Не болмаса, ақша ойнап кететін жерлерде болған, ол жасыру керек емес. Бұл шындықты айтып тұрмын сіздерге. Қазақстанда бар ондай ақша арқылы, таныс арқылы, жемқорлық арқылы, коррупция арқылы, даже оқуға коррупциямен түсетіндер бар ғой. Жасыру керек емес. Дәл сол сияқты грантқа да коррупция арқылы түсетіндер бар. Біздің резидентураға да даже коррупция арқылы оқуға түсетіндер бар. Оны жасырмау керек. Бұл өте қауіпті, потому что врачтар коррупция деген нәрсе алыс-жақ болу керек. Өкініштісі ондай емес. Бір сосын тағы да университеттен осындай ауысуға шанс болып қалуы мүмкін. Мен қалай ауыстым дейтін болса, мен 5-ші курстан кейін 6-та ауыстым. 2-ші курста мен GPA-мді по максимально жаптым. 3-те 6 болды, бірақ мен ауыса алған жоқпын. И еще обиднасы жаңа айтам деп айтам. Сіз жүресіз, басып сабағыңызды оқисыз, түнімен дайындалып барасыз, қиын сабақтарыңызды бір апта бұрын бастап оқып жүресіз. Үйтіп бірдеген GPA жоғары жаптыңыз, и одновременно бір однокурсница емес, потоктағы бір студентті айтасыз, бір студентті көріп жүресіз, біліп жүресіз, ол вообще оқымайды. Бұлай жүреді, бірақ гранттың списогі шыққан кезде сіз жоқсыз, бірақ ол бар. Списокта тұрады, ол вообще обидно болады. Мен сіздерге шынайылықты айттым. Болатын жағдай ол. Қиын жағдай былай айтқанда, сөйлей алмай қалып, потому что анандай чувстволарды кәдімгі өзім өткізіп жатырмын. Вот бір жағынан обиднасы осы. Екінші жағынан жаңағы мен грантқа ауыстым дегенде, сол 5-тен кейін ауыстым.
бізде деканат чуть дұрыс емес болып қалған жері болды, солай грантты сатқан жері болып қалды. Барасыз ма, GPA жоғары ма, көрсетіңіз список дейтін болсаңыз, сізді ғана көрсетеді, грантқа ауысқандардың спискін көрсетпейтін, GPA-ні көрсетпейтін, то есть оказывается оларға төмен болады, былай айтқанда. И грантқа ауысқан адамдардың жайлап біле бересіз, кім екендіктерінде. Қарасаңыз, біреуінің танысы бар, біреуінің жеңгесі бар, біреуінің әпкесі бар, біреуінің мынандай, біреуінің мынандай, әйтеуір бір жағынан шығады. И оны білгеннен кейін анаған вообще сенбейсіз. Мен мысалы үшін қазір ол грантқа ауысқан студенттермен ешқайсысын құрмет етемін, потому что бәрі таныспен ауысқандар да. Я бар өзінің күшімен ауысқандар, бірақ өте аз. Мен мысалы үшін дұрыстап әрекет жасамаған шығармын, мысалы үшін или бұйырмаған шығар да. Бірақ 5-тен кейін мен бакалаврды аяқтап интернатура деканатына кірдім. Бардым, саламатсыздар ма? Осындай есім, осындай осыша курстың старостасы болам. Мен бакалаврда грантқа ауыса алған жоқпын. Бірақ маған грант керек дедім. Потому что интернатурада былай айтқанда жоғары болады, қымбат оқу ақысы, и маған стипендия алу керек болды. Маған стипендия алып көргім келді. Оның бақытын сезім көргім келді. Сол үшін ата-анама айтатын мен стипендия алу бұйыра алмеген жоқ па екен деп. Солай жүрдім. Деканат айтты, бізде ондай жоқ деді. Уже слишком наглый болып кеттім. Мен барып айтып кәдімгі егер ақша керек болса, мен ақшаларыңызды берейін дедім. Бәрібір мысалы үшін бір жыл 1 миллион теңге төлейтін болса, соны сіздерге берейін, маған грантқа өткізіңіздер, бір жыл тегінге оқиын и 2 жыл стипендия алайын дедім. Солай хорошо деп не қаным. Олар айтты, жоқ, бізде ондай емес. Сен оқы, біз сен грантқа ауыстырамыз деді. И мен барымды салдым, 3-те 7 бірдеңемен жаптым. И олар айтты маған, все, пожалуйста, мені спискта тұрсын деді грантта. Қанша 60 бірдеңе адам спискқа тапсырған грантқа заявление. Содан мен үшінші не болмаса 4-ші болып тұрдым. Ол былай айтқанда мен үшін өте күшті не болды. Так что айтарым, платныйға желательно түспеңіздер. Вообще не стоит. Сосын оның тағы бір минус жағы, ертең менде де болған ондай нәрсе, жасырмаймын. Ертең каждый ақша төлейсіз, 600 бірдеңе, бізде 600 еді. Қазір 1,250,000 теңге төлеген кезде мен осыны пациенттерден шығарып алам деген ой болады. Ол дұрыс ой емес, ол кез нағыз пациенттерді қинайтын болып тұрса. Пациент деген кім ол? Сізбен біз сияқты адамдар, сізбен біз сияқты қарапайым адам. Так что ондай ой болмау керек. Вот осы қысқашаның өзі 20 минуттан асып тұр ғой. Кәдімгідей маған көп инсайт беріп өттіңіз. Осы жерде мен білетін оқушының 4 типі бар. Бірінші типте былай мен оқимын, мен қалай да грант аламын дейді. Соған сәйкес ата-анасы да давайте балам оқы, сен грант аласың деп қолдап отырады. Екінші оқушының типі болады, жоқ мен оқымай қояйыншы деп оқығысы келмей жүреді, бірақ ата-анасы балам сен қалай да түсуің керек деп мотивация беріп отырады. Келесі бір тип болады, баласы оқымайтын мүлдем, и ата-анасы да оқымасаң оқымай қой деп расслабоне жүреді. Келесі енді 4-ші бір тип бар, баласы сабақты күшті оқып жатады. Сосын ата-анасы ар жағынан балам сен қайтесің оқымай қой, мен саған жаңағы ақылға осы мамандықты оқытамын, мен сені ақша жетіп тұр деп баланың мотивациясын өзі сөндіріп тастайтын да сондай ата-аналар болады екен. Енді бір сөзіңізде бұл ақылға оқу қателік деп айтып қалдыңыз, иә? Осы қателік деген нәрсеге келейікші. Қателік бұл сізге мүмкіндік болған сияқты. Қателік. Өйткені сіз бұл жерде тырмысып, талпынып оқимын деп жүріп, GPA-іңізді көтердіңіз, біліміңізді арттырып алдыңыз. Возможно. Солай секілді. Содан кейін мен қазіргі таңда оқушылармен өте көп сөйлесем ғой. Біздің коммуникациямыз прям өте күшті. Олар айтады, мен ақылда оқу үшін күшті мамандық таңдап алуым керек. Престижный мамандық дейді. Мысалы, стоматологияны, осы жалпы медицинаны. Содан кейін оқуды бітіргеннен кейін мен ертең қырып ақша табамын дейді. Енді сіз осы ойға қалай қарайсыз? Ақылда оққан адам кейін көп осындай бір жалақы алуы мүмкін ба? Ақылда оққан ақшасын ақтап шығару мүмкін ба? Ол үшін не істеу керек? Ақылға кеткен барлық миллиондарды қалай маман болып ақтап алуға болады? Бұл жолда не істеу керек? Бұл негізі осы видеодан кейінгі видеода біз айтатын боламыз, мамандық таңдау. Интервью алсын. Мамандық таңдау дегенге түсіредіміз, міндетті түрде көріңіздер. Бірақ мына жерде айта кетейін, платныйда оқыған мені шыңдады ма дейтін болса, возможно, мен оны осы жыл студенттермен жұмыс жасау барысында біліп түсініп жатырмын. Не үшін дейтін болсаңыздар, потому что көптеген студенттердің ойында болған екен, оқудан шығып кетсем екен деген. Мен сол кезде түсіндім. Мен сол кезде ойладым, рас, сенде болды ма осындай ой?
Оказывается, менде вообще ондай ой болмаған. Менде только ой болған, маған грантқа керек, грант ауысу керек болды. Басқа ой бүйтіп грант оқудан шығып кету вообще болмаған. Енді оқуының ақысын шығарып алуға бола ма? Сіз өзіңіз ақтап алдыңыз ба қазір? Қанша миллионыңыз кетті? Примерно есептеп көріңізші, сізге ақылыңызға қанша ақша кетті, және сіз қаншасын қайтарып алдыңыз? Мысалы үшін құпия болмаса. Если честно, оны білмеймін. Бірақ қанша не істегенімді шығарып алғанымды білмеймін. Бірақ былай қарауға болады. Жылына 610 мың деп еді бізде. Бірінші жыл 610 мың, кейін 640 мың, солай. Орташа есеппен 5 жыл оқыған болсам, примерно 5 миллион кетті деп есептейік. Потому что әртүрлі болуы мүмкін да 5 миллион деп есептейтін болсақ, еще менің нем бар еді, жүруім, тұруым, басқасы бар, оған как минимум 50 мыңнан деп есептеген күннің өзінде, бір жылда 500 мың болса, тоже 2,5 миллион да, 7,5 миллион теңге болды ма? Ойланып тұрсаңыздар. Қызық сұрақ кетті. 7,5. Ойланбайтын адам көп қой. Әкеші беріп отыр ғой деп. Да. Еще бұл просто жеп ішіп тұру. Еще арасында менің курсқа баруым болды. Басқа курстарға баруым бар. Мысалы үшін да үйренем дегендерім бар. Оларды есептейтін болса, кәдімгі 8 грубо айтқанда ең максималды 10 миллион теңге кетті. 5 жылдың ішінде. Ол кетеді. Қазіргі заманда тем более кетеді, потому что өте қымбат бәр нәрсе. И қаншасын шығарып алдым дейтін болса, мен қазір официально маман емеспін. Официально жұмыс жасамаймын. Пациентпен жұмыс жасау барысында былай есептеп, есептейтін болса, максимум 3-тен 1-ін шығарып алдым деп айтуға болады. Но жетістік? Хотя это нормально. Әрине. Бірақ маман болатын болса, врач бол, кез келген маман болатын болса, и мамандығында номер 1 болатын болса, вообще проблема емес оны шығарып алу, даже грант. Енді есептеу керек та, мысалға, грантта тегінге оқып тұрған адамда миллион теңге жұмыс зарабатывать етеді, ақша табады, платныйда оқитында сонша ақша табады да, просто айырмашылығы грант. Тегінге оқып, адам тегінге оқып тұрып ақша тауып жатыр, ақылы оқып тұрып ақша тауып жатыр, екінің айырмашылығы бар. Сол үшін айтам ғой, платный оқымағаннан грантта оқымағанның наны бәрі күшті болады деп. Ал платныйдікі одан да күшті болады. Потому что ол сонша ақшасын шығарып алу үшін барынша стремиться етеді, әрекет жасайды. Бірақ беріп кетпеу керек, ақшасын шығарып аламын деген по максимально мықты болатын болса, сол сферасында, любой сферада, кез келген сферада адамдар оған өз ақшасын жеп аямайды. Айтады ғой біреулер, стоматологтар жақсы табады дейді да. Ақша табады. Жақсы таппайтындар бар ма ішінде? Жоқ. Қалай білесіз? Стоматологтардың бәрі жақсы таппайды. Ол Ол определенный адамдары ғана табады. Просто олар тез тауып, ақша тауып көрініп қалады, потому что олар 3-4 курстан бастап жұмыс жасай алады. Жұмыс жасап барысында. Ал медицинада, общий медицинада оқитындар ұзақ уақыт оқуға тура келеді. Бірақ олар міндетті түрде ақша табады. Оны есептеп, қарапайым есептеп табуға болады. Мысалы үшін бір операция миллион тұратын операциялар бар. Ринопластика жасайтын операциялар бар, пластик хирургтар 1,7 миллион жасайды бір мұрынды. Бір мұрын 40 минуттан 2 сағатқа дейін максимум созылады. 2 сағатта 1,7 миллион теңге деген ол күшті. Стоматологтар ешқайсы бір күнде 1,7 миллион теңге таппайды. Гарантия беріп айтамын. Имплантологтар мықтылары, чересчур қымбаттары ондай таппаса, бірақ қиын. Так что ол неміз оны мамандық таңдауды айтатын боламыз, иә. Так что ол смело шығарып алады. Ол Құдай беріп тұрса шығарып алады. Ал егер Алла бермейтін болса, миллион жақтан талпынғанымен ол бұйырмайды. Бірақ онда бұйырмайды дегенде жатып алуға да болмайды, конечно, әрекет жасау керек. Әрине. Енді осы жерде бір ойыма күшті нәрсе түсіп кетті. Біз адам баласы бір арманды миымызға қондыратын болсақ, оған қиналып жеткенді жақсы көреді екенбіз. Мысалы, менің өзімде, өзімнің ұбт оқиғамды айтқанда, мақтанып отырып, мен деген мынандай жолдан өткен, мен қиналғам, қанша күн ұйықтаған жоқпын деп мақтанып айтқанда ұнатамын да. Себебі біздің миымыз өзі сондай болады екен. Сонда қарап тұрсам, тегін оқып жатқандар мен ақылыда оқып жатқандарды осы жерде салыстырып көрейікші. Ақылыда оқып жатқандар, олар алма пісіп, ауыздарына түсіп, бірақ сол алманың өзін шайнап жұта алмай жүр да. Қалай ойлайсыз? Гранттағылар, иә. Ақылыдағылар ше?
ол да енді әртүрлі неге байланысты. Мысалы үшін менің ақылыңның өзінің екі түрге бөлінетін сияқты, иә? Менің білетін бір студент бар. Атын айтпай қойсаң. Әке-шешесі өте жақсы, не қылады, Құдай берген, жақсы мал табады. И ол вообще грантқа ауысуға әрекет жасамаған даже. Хотя он же заявление жазбаған. И мен сұрадым, резидентураға грантқа тапсырасың ба десем, мен жоқ, мен платныйға тапсырамын деді. Даже резидентураның өзіне. Егер ондай жағдайларыңыз болса, платный оқи салу керек. Хотя 10 миллиондарыңыз кететін болса, зато осы жерде айта кетуге болады. Платныйдың плюс жақтары да. Платныйдың бір плюс жағы, мысалы үшін сіз оқу бітірген соң бір жерге барып мемлекеттік жұмыс орнында 3 жыл жұмыс жасап беруіңіз керек. Мысалы үшін басқа грантта оқитындар. Ал платныйда оқитындарға ондай обязанность жоқ. Отработка деген дүние вообще болмайды. Оқуды бітірдің, дипломыңды алдың, кеттің. Қайда барасың? Шетелге барасың ба, Америкаға кетесің ба, Қытайға кетесің ба, без разница. Ал грантта оқыған студент міндетті түрде отработка жасап беру керек. Егер мысалы үшін ходатайство деген дүниені ала алмай қалса, студентта өзінің ала алмай қалса, оны біздің мемлекет, біздің университет алады, дипломын алып беріп жібереді. Көкшетаудың 400 километр ар жағындағы бір барса келмейтін сет жоқ ауылға. Сол жерге барып врач болып отырады. Ол гранттың минусы отработка деген. Отработка, конечно, ол минус емес даже. Ол қайта плюс. Мысалы үшін Евразияны алатын болсақ, студенттер грантты оқып бітіріп шығады, жұмыс таппай жүреді, дұрыс па? Медицинада ондай тема жоқ. Ол саған наоборот, кеш бізде жұмыс жасашы деп айына осынша ауылға барғанның бір плюс жағы. Ауылға барсаңыз қомақты сізге ақша береді, миллион теңге подъемный береді, үй береді, тұратын орын береді. Әйеліңізбен барсаңыз, тем более балдарыңызға каждый осыншадан ақша береді. Оны плюс жақтары көп. Просто сіз бір жерде жұмыс жасауыңыз керек 3 жыл барысында. Бұл жерден кейін. Ал егер сіз резидентураны платный оқитын болсаң, грантта оқитын болсаңыз, сіз барып 5 жыл отработка жасау керек, 3 жыл емес уже. Ал резидентурада да платный оқитын болсаңыз, ол да плюсы сол, отработка деген проблема болмайды. Отработка деген ол көптеген студенттің проблемасы, даже менде қазір проблема болып тұр. Қазір мысалы үшін мен грантта ауыстым, да? 2 жыл грантта оқым болса, мен 2 жылдықтың какой-то бір жылма отработка жасаймын, 3 жыл емес, есептеп береді өздерге. 1 жыл 8 айда, ал маған мысалы үшін вдруг аяқ асты кетіп қалатын болса, басқа жаққа кетіп қалған керек болса, ол кез мен бір жермен келісіп, солай, енді, конечно, бұларға айта алмаймын. Отработкадан құтылу жолдары бар, жоқ емес. Оны келесі айтамыз, іздегенге оны лично айтамын. Іздеген адамға не табылады, мүмкіндік табылады. Іздесеңіз табыласыздар. Қыздарға мүмкіндік көп. Ол жағын чет жағын білеміз. Тұрмысқа шығасыз да? Жүкті болса, учетқа тұрғаннан бастап даже можно отработканы босатып, декретке шықса болды. Вот, осылай. Мен сізге қоятын бір 2 күшті сұрақ туындап тұр. Екеуін де айтып тастайын, қазір бірінші ойыма келіп тұрған нәрсе, ұмытып қалмай тұрып айта алайын. Былай дейді ғой, тегін білімнің қадірі жоқ. Ал енді келсесе, тегін білімнің, мысалы, мен үшін де қадірі жоқ. Анау эпидемиология, гигиена, клиникаға кіріспе, қанша өтіп жатса да, кітаптың бір бетін ашпай кеткен адаммын да. Ал енді екінші бір нәрсе бар. Ақшаны қиып тұрып білім алсаң, оған жұмсаған ақшаң қайтып оралады дейді. Сіз оған қалай ойлайсыз, қалай қарайсыз? Сосын екінші бір сұрағым, алғашқы стипендияңызды алғанда сіз қандай сезімде болдыңыз? Ата-анаңызға стипендияңыздан подарок бердіңіз бе, не істедіңіз? Есіңізде ме? Так, бірінші сұрақ. Ақылға жаңағы оқуда кеткен барлық ақша, білімге құйған ақша қайтып орала ма? Қайтып міндетті түрде орала ма? Білімге құйған ақша. Қалай айтса болады? Ол қазіргі курстарға да байланысты деп айтуға болады екен да? Курстарға, былай айтқанда менде үлкен жылдық курс қой. Ол құйған ақша міндетті түрде оралады, егер дұрыс қылалса. И бір, екіншіден, тегін келген дүниенің қадірі жоқ деп айттыңыз ғой да? Мен оған келсем. Неге? Бәрі емес. Көп студенттер, қазір сіздерде 70 дұрыс па? Бізде 75 еді стипендиядан қалу деген. Стипендиядан қалсам болды деген. Болды, 70-тен ассам болды. Ол чуть на расслабоне ойнап кетеді. Мен үшін минимальный критерий 90 еді.
90-нан ат түссем уже менде депрессия басталатын еді. Не үшін 90 алып қалдым? Потому что GPA қаншаға түседі? 3-33-ге түсіп кетеді ме? 3-33 болып кетеді. Ол кез ойлайтын мен что-то не то деп. И барынша тырысатын едім. Бірақ менде мынандай ой болмаған. Бірақ мен қуанам, платныйда оқитын бір-екі студенттер бар екен. Платныйда оқимыз, біз универге осынша ақша төлейміз, неге бізге жағдай жасамайды деген. Міне осы. Ол жақсы талпыныс, ол өте күшті талпыныс. Менде ондай ой болмаған екен, менде только грантқа ауыссам, ойбай деп білімнің или бізде кезде ондай талпыныс болмағанда қазіргі жастар, мысалы үшін сіздер жайлап көріп жатыр, біліп жатыр, жастар бастап жүрген сайын уже ақылды болып барады, талапты болып жатыр. Оқытушылардан талап етіп жатыр, мысалы үшін да. Біздің кезде курс деген болмаған. Не үшін бізде? Потому что курсқа талпыныс болмаған. Мен мысалы үшін ойладым, біздің кезде курс деген дүние болмаған ғой, медициналық курс вообще болмаған. Ал қазір талпыныс бар, соған жасап курстар да бар да. Сұраныс болған, соның үшін қазір курстар болып жатыр. Осылай ол жақсы, мен қолдаймын. Егер платныйда оқып, сізге дұрыс білім берілмей жатқан болса, оны талап ету керек. Мен универге пәлен ақша беріп жатырмын. Есептейтін болсаңыз, миллион теңгені есептейтін болсаңыз, мысалға, біздің кезде, мысалы үшін 71 мың теңгеден түсетін еді бір айға да. 71 мыңден төлеп тұрмын, не үшін маған не болмаған деп ойлану керек адам. Бір, екіншіден, ақшаны шығарып ала ма деген кез келген білім, ол тегінге келсе қадір болмайды. Ал онсыз сатып алатын болсаңыз, қадіріне де жетесіз, бағалайсыз да, и оны ақшасын шығарып алу үшін әрекеттер жасайсыз. Сонымен қоса қоғамға да пайда бересіз. Осы жерде тағы бір алдағы уақытта біздің эпизодтарымыз көріп барыңыздар, мынандай бір тақырыпты қозғайтын боламыз. Ақшаның көзі адамның өзі деген. Ол миға қойылған инвестиция. Сізден Марғұлан Сейсенбаевты вроде барлықтарыңыз білесіздер. Қанша миллиард долларын алып қойған, бірақ қазір уже миллионер, былай айтқанда да. Бірақ не үшін? Потому что оның миын алып қойған жоқ ешкім. Банкрот боламын деп қорықпайды, өзі айтып қалған. Да, миындағы информацияны ешкім алып қойған жоқ. Ертең сіз врач болатын болсаңыз, даже соғысқа барған күннің өзінде сіз врач болып құрметтер отырасыз, егер сіз сол сфераның мықты маманы болсаңыздар. Осылай. Қандай күшті. Яғни бағалау деген нәрсеге келді, бұл жерде бағасын білу керек екен алып жатқан білімнің, және де оның мәнін түсініп білу керек, не үшін оқып жатырмыз, соның мән мағынасына жету керек. Жаңа қойған сұрағым, алғашқы стипендияңызды алғанда қандай сезімде болдыңыз сіз? Алғашқы стипендиядан бұрын мен мысалы үшін 6-шы курста оқып жүрген кезінде бүкіл 6-шы курстың старостасы мен болдым да, тікелей деканатпен қатынаста болып тұрдым. Сол үшін мен жазда кіріп олармен даже танымайды, мені таныстырып, типа мен оларға ақша ұсындым ғой. Ақша ұсынайын сіздерге, ақшаңызды берейін, лишь мен грантқа ауыстырыңыздар дедім ғой. И ондай впечатление бүкіліне жестко қалып кеткен. И маған біліп қалған, мен даже заявление жазуға барғанда, сен сол студентсің ба деп тұрып, өте жақсы оқытушы болған Қуаныш Өмірзақовна деген, Алла риза болды сол апайдан айтқан, маған звондады. Ол кезде мен ковидныйда жұмыс жасайтын едім. Қар баласы тіріліп, пациент көп, болып жатыр. Нерв болатын, стресс, депрессия болып тұр. Прям ұйқысыз түндер болып жатқан кезде звондайды Қуаныш Өмірзақовна дейді, осы деканат уже жаныма тиді деді. Да, десем, Оразбек сүйінші деді. Ана жерде пациент қырылып жатыр ма, қирап жатыр ма, жұмысым жоқ. Саламатсыз Қуаныш Өмірзақовна, да, тыңдап тұрмын, сүйіншіңізді берейін, не болды десем. Сіз грантқа өттіңіз, гранттар списогында тұрсыз деді. Бірақ ол қазір ешкімге айтпаңыз деді. Бірақ сізден мысалы үшін әрекетіңізді көріп, мен осында бірінші сізге жеткізгім келді деп айтқан үшін мен ана жерде қуанып кеттім. Бүкіл жұмысымды қойшы дедім да, бір жерге отырып ойландым. Так, Оразбек, сенің 5 жылдық арманың орындалды да. И не сезініп тұрсың деп. Ана жерде біраз қуаныш та сезім болды, бір жағынан бекер істедім бе деген ой болды. Не үшін? Өйткені тағы 1 жыл шыдағанымда, 1 жыл, 2 жыл шыдағанымда мен мысалы үшін отработкасыз құтылып кететін адам едім да. Міне осы бір минус болды. Бір осы жерде ойладым да, бірақ сол кезде маған грантқа ауысу керек болды. Өйткені менен кейінгі інім оқуға түсті, одан кейінгісі оқуға түсті, одан кейінгісі мектеп бітірейін деп тұрған. Былай да былай түсу керек болды, потому что бір отбасыға 4 перзентті оқыту қиындау. Әрине қатты қиын. Осылай болып тұрғанда, содан соң маған стипендия түсті. Біріншісі бізде қанша 50 мың теңге түсті. Ана жерде мәз болдым, ата-анама скрин жібердім, вот міне сіздерге бірінші стипендиям, рахмет деп, ата-анама да мысалға
вот міне рахмет сіздерге деп сол кезде ауылға барып қайттым ба бірдеңе болды да қыстың кездері болды ғой міне бірінші стипендиямдан сіздерге деп тұрып заттар алып бардым олар да қуанды былай айтқанда бірінші стипендиямды алған кезінде грантқа ауысқан кезінде мен ата анама айтқанымда менен олар қатты қуанды ең қатты қуанған арамыздағы үшінші перзент болды менен кейінгі екінші інім да қандай күшті көке грантқа өттіңіз ба деп потому что ол үйіміздің тірегі грубо айтқанда шындығында айтқанда мен Астанада оқимын менен кейін інім Алматыда оқиды отбасым Өзбекстанда болғандықтан сол жігіт қалды да отбасымыздағы бүкіл қиыншылықтары жеткіліксіздік бәрін сол інім көрді да құтылдық деді миллион теңге төлемейміз енді ақша сізге жібермейміз деп вот реально сол кезде вот осындай чувстволар болды сізді түсініп отырмын үйдің үлкені болу бұл үлкен ауыртпашылық иә өзім де үйдің үлкені болғасын оны қатты сезінемін бар ғой мен өзімді қамтамасыз етіп үйреніп қалғам да грантқа түсіп кетіп бізде ондай болмаған мынандай бір үлкен ой болған осы үйден кетсем болды үйден ақша сұрамаймын деген өйткені үйде де бізде көпбалалы отбасы болғаннан кейін шынымен де мен қазір бәрін алып қойсам қалғандары не істейді деп жаның ашып тұрады екен сонымен мен де бір қазір құпиямен бөлісе кетейін осы жерде менің өзімнен кейін сіңілім болды біздің үй қанша күшті семья болғанмен ол өзінің мамандығын дұрыс таңдамаған болу керек ақыл оқуға түсті біз оны қанша соңынан қуып ұбт-ға дайындап курсқа беріп қанша жыл оқыттық мотивацияны бүйтіп қап-қабымен вагон-вагонмен беріп жатырмын бірақ болмады ақыры ол платныйға түсті қазіргі таңда мен сезініп жатырмын бар ғой ата-анам оның ақшасын төлеу үшін жүретін тұратын ақшасын беру үшін қиналады сіңіліммен сөйлескенде де ол қатты қиналады білесіз ба тиынын санап жүреді ал мен тиын санамаймын да шашып жүремін ше жан жаққа рахаттанып өмір сүремін ше еркін өмір сүру не үшін бұлай болған не үшін болғанда потому что бәрі басынан басталып тұр ғой сол оның тәрбиесі ол әр отбасыда болатын сияқты мысалы үшін менен кейінгі інімді де мамандығын былай айтқанда өзі таңдамаған ау деп ойлаймын сол үшін қазір қиналып жасайды и тағы бір үлкен проблема жауапкершілікті ата анаңыз сізге берген үйдің үлкені болған үшін ал маған жауапкершілік берілмеген сол үшін сәл ерке болып өскенбіз и ондай қатты не болмаған өзімді өзім қамтамасыз ете алу өзімді өзім қамтамасыз ету ол 4-ші курстан кейін болды который когда мен жұмыс жасау барысында вот ал ініңіз сестренкаңызда ондай жоқ потому что оның сіз сияқты әпкесі бар зачем оған жауапкершілік ол жауапкершілікті өте қатты сезінеді сіз екеуміздің сабақ оқуымызды мен салыстырамын менің группаластарым маған таңғалады мә сен қалай күшті оқып келесің жұмысқа да үлгересің дейді да сосын мен айтамын жоқ мен сабақ оқыған жоқпын деймін ше менде өтірік бір қарап алсам да оңай түсініп ала саламын да ал менің сіңіліме қашан звондап қалсам да сөйлесіп қалсам да мен сабақ оқып жатырмын мен мына жерге бара жатырмын мен қиналып сабақ оқып жатырмын деп сабақ оқып жатқанын айтып жатады да салыстырып қарасам шынымен де ақылы оқу оның миын кіргізген миына кәдімгідей бір көмек болған сияқты ше өйткені мектептің кезінде оқымайтын адам еді универге қалай түсті солай сабақтан бас алмайтын адамға айналып кетті ол міне осымен ақыл оқудың бір артықшылығы деп айтсам болады ше кәдімгі оның өмірі өзгеріп кетті ол бұрын кітап оқымайтын болса мен қандай кітап оқиын деп менен кеңес сұрап кетті мен өзім оған ақыл айтқым келмейді өйткені мен білемін мен айтқан ақылды ол жасамайды сол үшін мен өзім не жасаймын әдейі соны көзіне көрсетейінші осы деп осы менен бірдеңе алсыншы деймін да кез келген жерге салып қоямын немесе жасап жатқан проектім бола ма ішіне давай сен де жүр деп кіргізіп жіберемін сосын ол да менен көріп жатқан нәрсені қайталайды деген сияқты ғой енді сізге бір сұрақ қойғым келеді осы жерде айттыңыз ата-анам менің бетімнен қақпаған ерке болғам дедіңіз үйдің үлкен баласы емес кішкентай баласы сияқтысыз осы жерде енді сіз ата-аналарға қандай кеңес бересіз ол сіздің ата-анаңыз кеңес дәуірінің адамы ғой ол бәрін түсінеді сіздің жағдайыңызды біледі ал енді қазіргі таңдағы өсіп келе жатқан поколениедегі ата-аналар олар бөлек мысалы біздің ата-анамыз 80-ші жылғылар сіз оларға қандай кеңес бере аласыз енді бұл жерде ең бастысы ақыл оқуда ғана емес ең бастысы балаларыңызға жауапкершілік беріңіздер жауапкершілік алып өскен бала всегда и везде лидер болады талпынысты болады жауапкершілікті сезінетін болады ертең сіздерге жақсы перзент болады платныйда болса да оқытамын деген ол қате ой балдарыңызды өздеріңіз қолына лопатка беріп былай айтқанда балық берме қармақ бер деген сөз бар иә осы жерде лучше оқытыңыздар лучше оқуға грантқа коррупциямен ақша беріп кіргізіп қоямын деген де ой жаман балдарыңыз ертең мақсатсыз қоясыздар шын мәнінде
сіздер балдарыңыздың алдында вечно жүрмейсіздер, өмірдің соңына дейін жүрмейсіздер. Бәрі келген, сізге дейінгілер келген, сізге кейінгілерде кеткен да, былай айтқанда да. И пенде болған үшін бәрі кетеді. Ал қалатын перзенттеріңіз. Ал өмірдің сынағы ауыр. Сіз қасында болмағаныңыздан кейін өмірдің сынақтарына шыдай алмай қалатындар болады, қиналып қалады. Мынандай ғана бір кішігірім дүние болып қалса, проблема болып қалса, соған ұрынып қалады да, шыға алмай жүретіндер бар, басы айналып, қиналып, күрсініп. Ол өте қате ой, балам кіргізіп қоям, балам платныйда болса да оқыта берем деген жауапкершіліксіз өзіңізге алып жатсыз бұл кезде. Ал ондай студенттер даже универге түскеннің соңында қиын болып қалады, өйткені қасында сіз болмайсыз универде. Әртүрлі ситуациялар болады. Өмірдің сабағы қиын, төлемі ауыр. Ертең төлейді каждыйына. Сіз балаңызды былай айтқанда нәзік біреу қылып қояды, тәрбиелеп қоясыз. Так что кез келген ата-анаға айтатын едім мен, балдарыңызға жауапкершілік беріңіздер. Балам міне саған мүмкіндік жаратып беріңіздер. Оқытыңыздар, курсқа беріңіздер, онлайн курстар болсын, офлайн болсын, репетитор болсын, английский болсын. Міне саған мүмкіндік. Осы же уақыт шекаралап қойыңыздар. Мысалы үшін 11 класты бітіріп жатыр ма, 11 классқа өтті ме, қызым міне саған 5 сабақтан репетитор бар, 1 жыл саған мүмкіндік. Осы мүмкіндікті дұрыс пайдалансаң оқуға түсесің, дұрыс пайдалана алмасаң, міне жұмыс дайын тұр, оқисың деп. Мүмкіндік жаратып берсеңіз, жауапкершілікті өзіне беріп тұрсыз да, бала тірек оқиды. Жауапкершілік алып универге келген соң да жауапкершілікті болады. Жауапкершілікті маман болады, ол мықты маман иесі болып шығады. Вот осылай айтқым келетіні ата-аналарға. Бірінші онда жауапкершілікті беру керек. Ол үлкен бала болсын, ол кіші бала болсын, жауапкершілікпен өсу керек. Осы тұста мен екі адамды білем. Біреуі менің оқушым, біреуі менімен бірге тұрған. Міне общагадағы қыз, ол Көкшетаудың қызы деп айта кетейін. Атын айтпай қояйын. Әке шешесі бай, табысты. Жаңағы қыз 114 балл жинап тұр биология химиядан, орыс группада оқыды өзі. Және де ол жалпы медицинаға түсуді қалады, бірақ ата-анасы жоқ, сен онда бармайсың, сен стоматолог боласың деді. Стоматологияға болды, сен платный оқисың деп жіберіп қойды жаңағы қызды. Одан кейін қолына ақшаны берді, және соңынан қазір аңдып отырады ғой. Соңынан қуып жүреді жаңағы қызды. Қараңызшы, енді бір адамның өмірін құртып тұр, яғни бұл жерде ата-ана өзіне жасай алмаған өмірді баласына болсын деді. Оны адам ретінде қарап тұрған жоқ қой. Әр адамның өзі жеке қабілеті бар ғой. Жақсылық жасаймын деп баласының өмірін құртып жатыр. Ал ана қыз жаман жолға кетіп бара жатыр. Ата-анасынан қашып та жүреді үнемі. Мысалы, телефон тастап кетеді бөлмеге, екінші телефон алып кетіп бара жатады кешке. Үнемі солай істейтін. Енді менде тағы бір танысым бар. Ол қыз өзінің неге қалайтынын, не шешетінін білмейді. Себебі ата гиперопекунство деп аталады бұл нәрсе. Шектен тыс басқарып үйреніп кеткен өмірін. Сол үшін де менің де айтқым келеді, жалпы білмеймін, өзімізде баламыз ғой әлі. Ата-анамыз бар, өзіміздің баламыз жоқ. Алайда әр адамның өмірі бұл жеке нәрсе ғой. Әр адам өзі бір индивид қой, тұлға ғой. Сол үшін де баланы жайына қалдырсақ, бұл өте күшті болар еді. Дұрыс бағытты көрсетіп, баланы жайына қалдыру дұрыс. Осы жерде ақылы оқудың өзі бұл тәрбиеге келіп тірелетін сияқты менің ойымша. Ұзын әңгімеміздің қысқа түйіні ақылы оқуды желательно оқымаған жақсы, бір, екіншіден ниеті дұрыс қойыңыздар. Алған қорытындылай өзіңіздің ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің инстаграм каналдарымызды описаниеда жазып кететін боламыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Барынша пайдалы болуға тырысамыз. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.